Баршаларыңызға қайырлы таң. Аминаның бір күн атты рубрикасы басталды. Таңертең осылай қыздарды сабаққа жібердім. Барлығын 7:30-да сабаққа кетеді. Одан кейін үшеуін садикке жіберем. Одан кейін әжесі жұмысқа кетеді. Осылай барлығын киіндіріп, ағзасы бәрін жабылып шығарып салдық. Одан кейін шай берейін деп жатырмын. Күйеуім таңертең обязательно тамақ жейді. Бәрін тамақ бөліп болғаннан кейін кірлерді жинауға кірістім. Одан кейін залға кірсем, дарын ұйықтап отырмын. Қалғып енді құрсын ешкімнің көзін көрмегенше лақтырайын дедім. Далаға кеше кептерден қуырдақ істеген соны ыдыстарын әкеп тастапты. Сөйтіп барлық ыдыстарды жуып, апыр-топыр кірістім. Пашақ-пашағын шығарып, балдар тұрмай тұрып тез істеп тастайын деп барлығын жинап тастадым. Уже балдарды сабақтан алу керек. Ей, сен неге қоймайсың? Ей, сен өтпеді ғой әжең, не анау? Ей, Дарын, помощницасы. Сен қойсай болды ғой. Итағына гүлдің бәрін шығарып тастадық, аяға жеп тастадық бәрін. Сен болды ғой, қойсай, не істеймін саған енді? Ей, сасықтарың. Түстен кейін кофемді ішіп алдым. Күніне 1 рет кофе ішпесем, уже басым ауырады. Садик күшті ма? Садикке бардың ба сен әлі? Кетші бұлай. Ап түсті енді, Маржан. Ап түсті. Сабатты жібек. Ап түсті. Бұзақ. Балдар сабақтан келді, кешкі тамаққа сұйық тамақ істейін деп шештім. Қазанға осылай ет салып қойдым. Мына жерде дарын ұйқысы келіп жылап отыр ғой. Оны бесікке бөледім. Сөйтем уже кешкі тамақ дайын болды. Үйдегілерге кешкі тамақ бердім. Астаңыздарында болсын деп. Одан кейін күйеуім ертең жұмысқа кетемін деді. Оның киімін дайындадым. Мына екеуі жағаласып жүр ғой. Өтіп-өтем неше сағат уже кешкі 10 болды. Осы ұйықтауға кірістік. Қойсын жатайық деп баршаларыңызға қайырлы түн.